5 маусымдағы маңызды науқанға алматылық сайлау учаскелері 100% дайын. Ақпаратта қалалық референдум комиссиясы мәлімдеді. Дауыс берушілердің сұрақтары мен туындаған мәселелерін жан-жақты қарастыру үшін комиссия мүшелері арнайы оқудан да өткен. Ал мүмкіндігі шектеулі азаматтар саяси науқаннан сырт қалмай ма? Оларға қандай жағдай жасалған? Әріптесім Мадина Оқас біліп қайтты. Азаматтарға қолайлы жағдай туғызу үшін сайлау нысандарында жан-жақты жағдай жасалған. Учаскеде ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға пандус та орнатылыпты. Ал тиесілі орынға келе алмайтын тұрғындар өтініш жазып, бюллетенге өз үйлерінде қол қоя алады. Бірақ ол үшін дауыс беру басталмай тұрып, алдын ала ескерту керек. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін әр сайлау учаскесінде мынадай арнайы кабина бар. Мұнда есту және көру қабілеті бұзылған азаматтарға компьютер, құлаққап пен арнайы жарық қойылған. Ал мына трафарет дауыс беру бюллетенін әр азаматтың өз бетімен толтыруына мүмкіндік береді. Конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасы кез келген учаскедегі ақпараттық стендте орналасқан. Сондықтан дауыс беріп, таңдау жасамас бұрын азаматтар осындағы мәліметтермен таныса алады. Сондай-ақ қандай да бір сұрақ туындаса, сайлаушы сол жердегі комиссия мүшелерінің көмегіне жүгінеді. Бұл үшін мамандар арнайы каскадтық оқудан өткен. 61 және 63 учаскеде комиссия мүшелері 9 адамнан құралады және оған қоса бақылаушы адамдар 6 адамнан қарастырылып отыр. Референдум уақытысы таңғы 7-тен кешкі 8-ге дейін өтеді. Кешкі 8-де референдум толықтай республика бойынша тоқтайды. Дайындық 100% деп айтуға болады. Қазіргі таңда бүкіл учаскелер ашық. Учаскелердің ішіндегі болатын керек құжаттар, керек жарақ нәрселердің бәрі қамтамасыз етілген. Референдумға 10 күн қалғанда азаматтардың ұялы телефонына сайлау учаскесі туралы ақпарат жіберілген еді. Қазір тұрғындар өздері дауыс беретін жердің мекен-жайын мобильді қосымшалар арқылы біле алады. Сообщение 2-3 жерден келді, референдумға болатын білем. Және қай жерде сайлау учаскесі бар екенін де білем. Сөмеске келді, учаске номері бәрі жазылып тұр. Бізге неде әкетіп саған, кәдімгі приглашение. Мен барамыз, құдай білсе. Референдумға 2 күн қалды. Телефонға смс келген. Қай жерде болатынын білдім. Референдумда дауыс беру үшін қала бойынша азаматтарды 574 сайлау учаскесі қабылдайды. Оның 67-сі аурухана мен әскери орындарсында арнайы мекемелер болса, қалған 507-сі ашық форматтағы мекенжайлар. Айта кетейік, референдум таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін жалғасады. Мадина Оқас, Жақсылық Тілепберген, Алматы телеарнасы.